Қытай мен Қазақстанның шекарасынан осы сауыр тарбағатай өтеді. Дұрыс, отыра ғой. Келесі екінші сұрақ. Сауыр тарбағатай қандай тау, қандай таулы өлке? Сауыр тарбағатай жапсарлас жатқан жоталар қатарланған таулы өлке. Енді балалар, білу тапсырмалары бойынша сұрақтарға жауап беріп, екіншісінде себебін анықтайсыңдар, сөзден шыққан сұрақтарды талдайсыңдар. Және жинақтау тапсырмаларды орындауға сендерге 10 минут уақыт беріледі. Содан кейін 10 минут уақытта бірге талдаймыз. Ал балалар уақыттарын 10 минут уақыттарын жетті. Ал сабақты талдайық. Қане бірінші сұраққа кім жауап береді? Бірінші сұрақ сауыр тарбағатай Қазақстанның қай бөлігінде орналасқан? Аймақтың жер бедері қандай? Сауыр тарбағатай Қазақстанның батыс бөлігінде орналасқан. Оның жер бедеріне келетін болсақ, ол оңтүстік беткейі құз жартасты, Орта Азия тауларына ұқсас. Екінші сұраққа қане ал. Сауыр тарбағатай климаттарын сипаттандырады. Сауыр тарбағатай климаттары жағынан оңтүстік Алтайға ұқсас. Климатты континентті, Алтайға қарағанда жауын-шашын аз, қардың орташа температурасы 22, жауын-шашын мөлшері 350-300. Әдейетшін сұраққа. Аймақтың өзінің көлден атанды. Жарма, Қайыңсу, Көкпекті өзендері Қайсан көліне құяды. Тарбағатайдың оңтүстік беткейінде Үржар, Қатынсу, Емел өзендері Алакөлге құяды. Ал төртінші сұраққа кім дайын? Қане оқуға сұрақты оқы бірінші. Бұл жердің өсімдік жануарларының қандай ерекшеліктері бар? Тарбағатай жері таулы далалы, етегі бұталы, қарағайлы өсімдіктер жамылғысы таудың солтүстік беткейінде Альпі шалғынын аласады. Оңтүстік беткейге бұталы өсімдіктер тән. Сауырдың табиғаты таулы, орманды шалғынды далалы. Ал келесі сұраққа қане қайсың жауап бересіңдер? Ал қане. Сұрақ, не себепті сауыр тарбағатай өңірдегі қорғандар алтын оба деп аталған? Тарбағатай өңірін біздің жыл санауымыз бойынша дейінгі бірнеше мыңжылдықта ерте көшпенділер мекендеген. Археологиялық зерттеулерге қазба кезінде 500-ден астам алтын бұйымдар табылған. Келесі сұрақ болмайды. Тарбағатай тауында не себепті мұздықтар жоқ? Ол тау, Тарбағатай тауы онша биік емес, сондықтан одан мұздықтар жоқ. Келесі тапсырмамыз қандай бала? Талдау, иә? Тау жоталарын не істеуіміз керек? Салыстырайық. Ал қолдану тапсырмаларын орындаймыз, бұл практикалық жұмыс. Сауырдың оңтүстік беткейі көбінесе Алтайдың ел бедерін еске түсіреді. Қандай ерекшеліктер бар? Оңтүстік беткейі құз жартасы Орта Азия тауларына ұқсайды. Құз жартасы да Орта Азия тауларына ұқсайды. Мұндағы мәңгі қар жататын белдеу 3300 метр биіктікте. Мұзтауда мұздықтар да бар. Ал енді Тарбағатайды. Құрылымы жағынан Тарбағатай биіктікте көтерілген ірі массивтер сияқты. Бұл елділер шошқанып қызды шыңдарға айналады. Тау басы Жадағай оның әр жерінен асулар арқылы жол өтеді. Тау беткейі де тілінделген. Тарбағатай онша биік емес, оның орташа биіктігі теңіз бетінен 2000-2100 метрге ғана. Ең биік нүктесі Тастау 2992 метр. Дұрыс. Ал келесі тапсырма балалар енді жинақтау тапсырмалар, иә? Тайсан Алпарктың оңтүстігі қандай тау жүйесіне тіреледі? Сауыр Тарбағатай. Тарбағатайдың жалпы ұзындығы 300 километр. Ені 30-50 километр. Дұрыс, келесі сұрақ. Сауыр тауының ең биік нүктесі Мыстау 3806 метр. Сауыр тарбағатай қандай тау көтерілу кезінде қайта көтерілді? Сауыр Тарбағатай қоңыр аю, бұғы, елік, таутеке,
арқа, басқы, тарбағатай. Сізде өзің және тағы басқа аңдар. Сауыт тарбағатай жотасы Қазақстанның қай бөлігінде екен балалар? Шығысында, иә? Біздің Қазақстанға қай бөлігі кіреді екен? Батыс бөлігі кіреді екен, дұрыс. Ал қандай ерекшелігі бар екен басқа таулардан? Қытай Қазақстан шекарасы арқылы өтіп жатыр. Иә, дұрыс. Тағы Қатпарланған таулы өлке. қатпарланған таулы өлке, дұрыс. Тағы қандай ерекшелігі бар екен? Сауыр және тарбағатай екі жотадан Екі жотадан тұрады екен, дұрыс. Тағы Онда мұздықтар жоқ. иә, қайсында міне осындай ерекшеліктері бар екен. Қандай картадан қане кім көрсетеді? Ал соңғы тапсырма қандай тапсырма балалар? Иә, сен қандай білесің? Алтынова тау-кен қорғандардың осы дәуірдің көне мәдениет ескерткіштерінің табылуы негізінде деп ойлайсың. Тарбағатай өңірінің біздің жыл санауымызға дейінгі бірнеше мың жылдықта ерте көшпенділер мекендеген. Археологиялық қазба кезінде 500-ден астам алтын бұйымдар шыққан. Қазақстанның тарихи зерттеулерінде алтын оба аталып кеткен шілікті аңғарындағы қорғандардан осы дәуірдің көне мәдениет ескерткіштері табылған. Ал сонда осы Сауыр Тарбағатай аймағында неге алтын оба деп аталған екен сонда? Көптеген қорғандар және содан кейін археологиялық қазбалар табылған екен. Бірінші деңгейлік тапсырмаларды бітірейік, балалар. Бітірген оқушылар алдыларындағына белгіні көтеріңдер. Бірінші деңгейді бітірген оқушылар дұрыс ал тақтаға белгілей қой. Ал енді бірінші деңгейді бітірген оқушылар екінші деңгейді ары қарай орындай беріңдер. Күнделіктеріне жазып алыңдар. Көпір тапсырмаларына дайындалып келесіңдер. Әртүрлі ақпарат көздері арқылы реферат жазып келесіңдер қосымша. Үйден балалар шығармашылық тапсырма 3 деңгейді толық бітірген оқушыларға алтын оба аталып кеткен қорғандардың осы дәуірдің көне мәдениет ескерткіштерінің көзі екені туралы толық мәлімет жазып келу. Үйге тапсырма жазып алдыңдар ма? Тянь-Шань тауы туралы Бексұлтан 9 ұпай жиналып, Нұрсұлтан 12 ұпай, Балжан 9 ұпай, Айсұлу 12 ұпай. 9 ұпай алған оқушылар үйден бітіріп келетін болсаңдар, бағаларын содан кейін қойыңдар. Ал бүгінгі сабақта алған бағалары 4. Яғни 9 балл жинап, 4 деген баға алдыңдар.